армысыздар, құрметті ауыл тұрғындары, әріптестер, оқырмандар. Ақын Әбен Дәуренбековтің туғанына 85 жыл толуына орай Әбен әлемі тақырыбындағы әдеби кешті бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Әбен Дәуренбеков 1939 жылы Шығыс Түркістан өлкесі Жарсу деген жерде дүниеге келген. 1967 жылы Абай атындағы Қазақ педагогика институтын бітірген. Талдықорған облыстық Жерұйық бұрынғы Октябрь газетінде тілші қызметін атқарған. Мектептерде мұғалім болып қызмет істеген. Толағай табыспен Әбен Дәуренбековтің 20-ға жуық әдеби кітабы баспадан шығып, оқырман қолына тигені мәлім. Құс тілімен танған жыр, бел жайлау, мамыр айы, балконнан ұшқан көгершін, саяхат, Айман Шолпан секілді көркем әдебиеттерменен жинағын оқырмандар жылы қабылдады. Республикамызда жақсы таныс туындылар. Панфилов ауданының құрметті азаматы атағына ие болды. Еңбек ардагері медальдарымен марапатталған. Алматы облыстық мәслихат шешімімен Алматы облысының құрметті азаматы атағын атанған қаламгер. Ол Қазақстан жазушылар одағының да мүшесі болған.